Сәлеметсіздер ме? Есімім Айзада болады. Бүгінгі Q-Talk жобасына ала келген тақырыбым болашағыңды болжағың келе ме? Баршаға болашақты болжау өте қызық шығар. Әр адам өмірінде бір рет болсын алдында не күтіп тұр екен деп болашағын болжап көргісі келген болар, немесе көрген адамдарда бар шығар. Мысалға алатын болсақ, бойдақтық шақта менің болашақ серігім қандай адам болар екен деп, немесе қызметімде, жұмысымда менің дәрежем өсе ме екен деп, немесе басымызға бір қандай да бір қиындық туған кезде өмірімнің алдынан бір жақсы нәрселер күтіп тұр ме екен деген сияқты ойлар мазалағанда адамдарда осындай бір ой туындайды. Қазіргі кезде көп танымал нумерологтар бар, жұлдыз жорамалдарға сену бар. Сондай бір дүниелерге, дайын дүниелерге сеніп, солардың айтқан нәрсесін қабылдап, болмаш нәрселерге сенуге үйреніп қалғанбыз. Әрине баршамыз демей-ақ қояйын, бірақ көпшілігімізде кездесетін жағдайлар. Міне осы жайтты ескере отырып, мен болашақты болжаудың бір қарапайым екі тәсілін, әдісін сіздерге ұсынғым келеді. Бұл бірінші әдісім айналамыздағы адамдар. Айналамыздағы адамдар біздің айнамыз. Ендеше қолыңызға бір парақ алыңыз да, өзіңіз бір тығыз байланысатын 10 адамның тізімін жазып шығыңыз. Бұл тізімге қандай адамдар кіреді? Егер сіздің жақын адамыңыз бола тұра, егер ол адаммен сіз күніге сөйлеспейтін болсаңыз, күніне араласпайтын болсаңыз, ол алыста болса, оны тізімге кіргізіп қажет емес. Бұл тізімге сіз 24 сағаттың ішінде көп уақытыңыздың бөлігін алатын адамдарды енгізіңіз. Және айта кететін жайт, тек қана сізге жақсы, ұнайтын адамдарды ғана емес, өзіңізге жағымсыз, тіпті жұлдызыңыз сол адамға қарсы болса да, күніне бетпе-бет кездесетін адамдарды тізімге енгізіп шығыңыз. Жарайды, барлығын тізімдеп шықтыңыз. Енді сол тізімнің ішінен өзіңізден 3 жас үлкен адамды алып қараңыз. Соның қазіргі жай-күйін шолу жасаңыз өміріне. Бұл жерде айтсам, оның өткен шағын талдап, оның өмір жолын қарап керек емес. Бұл жерде сағат тіліне қараңыз, ол тек қана алға қарай жылжиды ғой, артқа қарай емес. Сол сияқты оның қазіргі тірлігіне, істеп жатқан жұмысына, оның психологиясына, жалпы құндылықтарына, көзқарасына, өмірге деген соның бәрін саралап шығыңыз. Дәл солай өзіңізден жаңағы тізімдің ішінен 10 жас үлкен адамды алып қараңыз. Тағы да солай саралап шығыңыз. Демек, 10 жылдан кейінде, 3 жылдан кейінде сіздің өміріңіз сол адамдардың өміріне ұқсас болуы мүмкін. Сіздер келісесіздер ме? Ал сіздер сол адамдардың өміріне ұқсас болған қалайсыздар ма? Әлде басқаша болған қалайсыздар ма? Оның әрине барлығы өз қолымызда. Міне осылайша қарапайым тәсілмен біз алдағы өмірімізді болжай алады екенбіз. Халқымыздағы дана Абай Құнанбайұлының сөзі бар. Адамға 3 алуан адамнан мінез жұғады деген екен. Бірі ата-анасынан, бірі ұстазынан, және құрбысынан. Және қайсысына өзі қатты ұнайды, сол адамнан көбірек жұғады деген. Яғни бұл жерде не айтқым келіп тұр? Болашақты болжаудың бұл әдісінде бізге көп уақытымызды алатын өміріміздің досымыз, құрбымыз, таныстарымыз болсын, әріптестеріміз болсын, солардың өмірінен біз үлгі ала отырып, өміріміздің жолын өзіміз салады екенбіз. Соны ұмытпағанымыз жөн. Бастысы, айналамызды өмірі бізге ұнайтын, жеңімпаз, жетістігі көп, келешегіне бір сенетін, оптимист жандармен қоршаған бізге әлде қарай жақсырақ болып көрінеді. Бұл бірінші әдісім. Енді екінші әдісім, бұл мінезіміз, бұл өміріміз деген. Қай сөзді сіз көп айтасыз? Қолымнан келмейді. Ой, олардың жолы болғыш, маған келгенде бәрі жабылып қалады алдымнан. Мен осы өмірім маған жарайды, басқа керек емес. Тағы да көп деген сөздер бар. Әлде жоқ, бұл сәтсіздіктердің бәрі уақытша, мен қиындықтарды жеңе аламын. Мен еңбек етемін, жеңіске жетемін дейсіз бе? Әрекетіңізге мән беріңіз. Қай әрекетіңіз жиі? Көп деген зиянды әдеттерге қызығасыз ба, қолданасыз ба? Немесе жаңағы пайдасыз, мән мағынасы жоқ, телебағдарламалар көп, телесериалдар көп, соларды көруге күніне қанша уақытыңыз кетіп жатыр? Немесе көптеген ойындар бар, көптеген әлеуметтік желілер бар. Қазіргі таңда Instagram,
жастардың арасында TikTok деген нәрселер бар. Соларды күніне парақтап отыруға сіздің қанша уақытыңыз кетіп жатыр, соны ойланып көрдіңіз бе? Ал өзіңіздің денсаулығыңызды ойлап, соны жақсарту үшін таңертеңгі уақытта жүгіріп көрдіңіз бе? Неше күнде сіз жүгіріп көрдіңіз таңертеңгі уақытта? Немесе өзіңізге жақын достарыңызбен, немесе жаныңызға жақын жанмен жақсы қарым-қатынас орнату үшін бірінші болып қадам жасап көрдіңіз бе? Әлде өзімді дамытамын деп сіз күніне қанша бет кітап оқып көрдіңіз? Әлде бастадыңыз ба сол кітапты оқуды? Сол жағынан ойланып көріңіз. Міне 24 сағаттың ішінде сіздің аузымыздан біздің шыққан сөзімізбен, қолымызбен жасаған әрекетіміз арқылы бізді болашақта не күтіп тұрғанын болжау қиын емес. Шәкәрімнің керемет сөзі бар: әдетіңді түзе, мінезің айналады, мінезіңді түзе, тағдырың айналады деген. Яғни, жаңағы болашақты болжауда бақсыларға, балгерлерге, неше түрлі жұлдыз жорамалдарға сеніп, жұлдыз жорамалдарға сенеміз ғой. Андай бірінші күні жолымыз болмайды екен. Көп адамдар сондайларға сенеді. Соларға сенбей-ақ біздің өмірімізді, тағдырымызды өзгерту өз қолымызда екенін айтқым келеді. Яғни бүгіннен бастап мен өзімнің таңдауыма, өзімнің сөзіме, өзімнің іс-әрекетіме осы сұрақтарды қоя отырып, мен 5 жылдан кейін, немесе 10 жылдан кейінгі өмірімді болжай алады екенмін. Ал сіздер өздеріңіздің болашақтарыңызды қалай болжайсыздар? 5 жылдан кейінгі өміріңізді қалай елестетесіздер? Міне, соны ойланып көрдіңіздер ме? Баршаңызға рахмет.